Сәлем баршаңызға, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен өте керемет осындай Наполеон тортының рецептімен бөлісетін боламын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнға қаймақ, бөлме температурасындағы сары майды қосып, қамыр илейтін боламыз. Осындай жұмсақ қамыр шығады, және оны салафанға немесе пищевая пленкаға орап, холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Кейін 1 сағат өткен соң осындай колбаска жасап, оны бөліктерге бөлеміз. Менде шамамен 12 бөліктей шықты. Біреуін осылай жайып, қалған бөлігін міндетті түрде салфанға салып қойыңыз, әйтпесе қатып кеуіп қалуы мүмкін. Міне осылай жаямыз. Жұқа етіп, астымыздағы дәскамыз немесе силиконовый коврик көрінетіндей етіп, жұқа етіп жаямыз. Кейін пергамент қағаз төселген противеньге салып, осындай өзіңіз қалаған формада мен тарелканы алып, осылай кесіп алдым. Қалған жанындағыларды осылай қойып қоямыз да, шанышқының көмегімен міндетті түрде осылай тесіп шығу қажет. 200 градуста қыздырылған пешке қызарғанша қоямыз. Енді креміне кірісеміз. Ақ сгущенка және де қара сгущенка бөлме температурасындағы сары майды қосып миксерлейміз. Сары майымыз жұмсақ болу керек. Міне креміміз дайын. Енді сборкаға кірісеміз. Әр коржға крем жағып шығамыз. Бұл рецепт бойынша сіз егер қонаққа жасасаңыз, онда барлығы бұл рецепті сұрайтын болады. Өте дәмді және де қолжетімді бағада жасалынады. Міне тортымыз дайын. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және менің арнама міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.